Алматының әкіміне алданып қалдым. Мақпал Жүнісоваға алаяқтар хат жазған. Сәлем достар, сіздермен бірге News.kz арнасы. Каналыма тіркеліп қоңырау белгісін басуды ұмытпаңыздар. Халық әншісі Мақпал Жүнісова тағы алаяқтарға алданып қала жаздаған. Бұл туралы әншінің өзі Instagram парақшасында мәлімдеді. Алаяқтар бұл жолы Алматы қаласының әкімі Ерболат Досаев болып хат жазып хабарласқан көрінеді. Маған WhatsApp-қа Алматы қаласының әкімінен хат келді. Мұрным шелектей болып, осындай да әкімдер бар екен ғой. Жағдайымды сұрап жатыр деп қуанып, шок болып едім. Ереке рахмет деп қойып, жарты сағат қойған сұрақтарына жауап беріп отырсам, мені алаяқтар алдаған екен. Мен алдандым деп мойындайын. 60-тан ассақ та алданып қалып отырмыз. Сіздер де алданып қалмаңыздар. Бір қызығы ол менен ештеңе сұраған жоқ. Басында хал жағдайыңыз қалай Мақпал Жүнісова деп жазды. Қарасам әкімнің суреті шығып тұр. Номерін сақтап қойдым. Сосын қалалық мәдениет басқармасының бастығына маған хат жазған адамның номерін жіберіп, бастығыңның номері осындай ма деп сұрап едім. Ғани бауырым, сенбеңіз деп жауап бергенде, өлә деппін ғой, деп көпшілікті хабардар етті өнер иесі. Мақпал Жүнісованың жазбасына әріптесі Мадина Садуақасова пікір білдірді. Аңқылдаған Мақпал апамай, баяғы заманда осылай хабарласа беретін бәрі. Қазір көмекшілері арқылы байланысқа шығады ғой бәрі деп жазды ол. Осы жағдайдан кейін Алматы қаласы әкімдігінің баспасөз қызметі халықты сақтандыру үшін арнайы хабарлама таратты. WhatsApp мессенджердегі жалған хабарламаның тарауына байланысты Алматы әкімі Ерболат Досаевтың атынан келген мұндай хабарламаға жауап бермеуіңізді және сенбеуіңізді сұраймыз. Күмәнді сілтемелерге кірмеген және ақша аудармаған жөн. Бұл сіздің қаржығыңызды заңсыз жолмен алу мақсатында жасап отырған интернет алаяқтардың тірлігі делінген хабарламада.